Көп кезде Ресейді жақтайтын адамдар былай дейді екен. Я, ол ашаршылық, репрессия, басқасы болсын. Дегенмен осы орыстың қолы астында біз дамыдық. Әйтпесе Афганистан, Иран сияқты ел болып кететін едік. Ой, Иранды айтпайды ғой, қойшы, Афганистан ауыздарына ілінетін. Біріншіден, Афганистан қазіргі жағдай қиын болып тұрған, ол СССР мен Кеңес одағы мен Америка сол жерде бір-бірімен күрескен ғой, елді екіге бөліп, сонымен осындай жағдайға жетті. Ал екіншіден, бұл сұраққа мен де жауап іздегенде ең бірінші ойыма Тобанияз Алниязов келеді. Біз енді Алашорда көсемдерін Ресей болмаса Қазақстан қандай болатын еді, қалай дамитын еді деген сұраққа жауап іздегенде біз Алашорданы айта алмаймыз. Өйткені алашордалықтардың көбі, әсіресе көсемдері, орыс білім алған ғой. Соны үшін оларды айтсаң, ой, ол Петербургта оқыған, ол Мәскеуде оқыған деп жауап қайтару мүмкін. Ал мынау Тобанияз Алниязовқа келгенде, ол ешқандай Ресейден білім алмады, мұсылманшада онша білім алмады, кәдімгідей барып медреседе оқыған жоқ. Бір мүмкін хат таныған, мүмкін қол қоя алатын еді деген болжамдар бар. Жалпы алғанда Тобанияз деген кім? Сол сұраққа жауап бермедім ғой. Тобанияз Алниязов ол мынау 20-шы жылдар, осыдан 100 жыл бұрын 10 жылдай Маңғыстауды басқарған адам. Әліби Жангелдин Маңғыстауға келгенде, сол Тобаниязды болыс боп жүрген, елде беделді боп жүрген адамды большевиктердің атынан Маңғыстауды билеуге қалдырып кеткен ғой. Өйткені басқа адамға адай көнбейтін еді. Сосын енді о кезде Совет өкіметі Маңғыстауға үкімі жүргізе алмайды. Соны үшін солай қалған ғой Тобанияз. 10 жылдай осы елді большевиктерден қорғап, неше түрлі құлық жасап, тоқтатып, былайша айтқанда екі билік болды да Маңғыстауды. Бірі қазіргі Форт Шевченко, бұрынғы Форт Александровский дейді ғой. Сол жерде үкімет отырды, кәдімгідей кеңес, патша үкімет салған бекініс қой. Сол жерде большевиктер отырды. А бірақ бүкіл түбекте осы Тобанияз басқарды. Сонда Тобаниязды оқып қарасам, оны істеп жатқан архивтерді, сол егіншілікке халықты үйретіп, сосын мынау көп әйел алу, сондай нәрселерді ақырын тоқтатуға тырысқан адам. Әрине, большевиктер күшке енгеннен кейін Маңғыстауда революцияға қарсы, коммунистерге қарсы деп Тобаниязды да қасындағы бүкіл адамдарды атып тастады. Содан кейін байлардан, жалпы жұрттан мал алатын болды. Отырықшылық, сондай колхоздандыру басталғанда үлкен көтеріліс болған ғой. Кәдімгідей артиллерия, танк алып келіп, ұшақ, сол кездегі енді танкпен ұшақтарды алып келіп, осылай сол талқандаған ғой елді. Сонда қарап тұрсаң, осы Тобанияздың суреті мынау Атар алдындағы чекистер түсірген сурет болып тұр ғой, кәдімгідей қан шүберек байлаған басына. Мынау енді қазіргі Ақтауда оның еңселі бір ескерткіші бар. Тобанияз Голощекин кәдімгідей өзіне жау санаған адам, Адайский князь деп атаған оны. Маңғыстауда Тобанияз болғанша большевиктер, коммунистерге орын жоқ деп Маңғыстауда сондай пікір айтқан. Сол Тобанияз туралы қазақша іздесеңіз біраз мәлімет бар, а орысша осы менің 4 бұл деген кітабым, 4 облака. Меломанда бар бұл кітап.